Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен аузыңызда еритін өте дәмді алма пирогын жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Ең алдымен бізге 4 алма қажет болады. Алмамызды осылайынан видеодағындай ортасын тазалап алып, кішкентай кубиктарға бөліп тураймыз. Өте кішкентай емес, осындай көлемде болады. Алмамызды осылай толығымен төртеуінде турап болғаннан кейін оны қуыратын боламыз. Енді қызып тұрған табаға ештеңе салмайсыз, май ештеңе құймай, осылай қантымызды салып араластырып аламыз. Қантты міндетті түрде тоқтаусыз араластырып тұру керек, жабысып қалмас үшін. Сол кезде біркелкі осындай масса болып ериді. Сол еріген массаның үстіне жаңағы тураған алмамызды салып 3 минутқа ары-бері араластырамыз. Одан кейін 80 грамм майымызды салып, осылай тағы да бір араластырып 3 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін жұмыртқамызды алып, қантпен араластырамыз. Жақсылап қантпен араластырғаннан кейін еріген майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Кішкене разрыхлитель қосамыз. Одан кейін ұнымызды шетінен қосып отырып араластырамыз. Ұнымыз бір-біріне жабыспай, үгітіліп түсу керек. Мінекей осылай үгітіліп түседі ұнымыз. Оны осылай формамызға салып, бокалдың көмегімен тегістейміз. Қырларын міндетті түрде шығарыңыздар, өйткені жаңағы сиробымызды құямыз ішіне. Дайын болған сиробымызды мінекей құйдық. Біркелкі тегістеп аламыз. Одан кейін қалған бөлігін себетін боламыз бетіне. Енді 180 градусқа 30-35 минутқа пісіреміз. Осылай болып шықты, өте дәмді болады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Ас болсын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.